Сәлем достар, достарым, білесіздер ма? Менің Аяла мен Жаня деген қызым Мейірбикенің жұмысын қатты жақсы көріп, онымен жақын танысқысы келеді. Айтыңдаршы қыздар, сендердің үстіндегі киім қай мамандық иесінің киімі? Мейірбике, дұрыс айтасыңдар. Жания, Аяла, онда біз барып Мейірбикенің кабинетіне барып, Мейірбикенің жұмысымен танысамыз ба? Ананың абзал досы, сәбидің қорғанышы. Сәлеметсіз бе, Мейірбике апай? Қалыңыз? Мейірбике апай, біздің қыздар сіздің жұмысыңызбен танысқысы келеді. Сіз сияқты Мейірбике болғысы келеді екен. Сіз менің қыздарыма жұмысыңыз туралы көрсетіп, айтып таныстырып аласыз ба? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Қыздар, қош келдіңіздер. Менің жұмысыма қызығушылық танытқандарыңыз үшін үлкен рахмет сендерге. Мен 148-ші балабақшада Мейірбике қызметін атқарамын. Сендер Мейірбике болғыларың келе ме? Ал менің жұмысымен онда таныс болыңыздар. Менің есімім Әдемі Орынбек қызы. Ал менің жұмысымен таныс боламын десеңіздер, мұнда менде журналдар тұрады. Күнделікті балалардың келу, келмеуін тексереміз. Балалар ауырып қалса жазамыз. Және де дәрі-дәрмектер. Оның ішінде алғашқы көмек көрсете білеміздер ме? Сендерге қазір мен дәрі-дәрмектердің қайда сақталатынын көрсетемін. Балалар бақшаға бірінші келген кезде, кіші топқа келген кезде осындай денсаулық паспортын алып келеді. Ішінде баланың бүкіл денсаулығы, бойы, салмағы бәрі жазылған. Бұл осы жерде сақталады. Жүріңдер, енді сендерге дәрі-дәрмектерді көрсетейін. Мына сөреде алғашқы көмек көрсету дәрілері бар. Алғашқы көмек көрсетуде, міне қараңдар, баланың дене қызуы көтеріліп тұрса, дәрі-дәрмек береміз, дене қызуын тексереміз, жөтеліп тұрса, көмек береміз, алғашқы көмек. Бүкіл дәрі-дәрмектер осында сақталады. Қыздар, бізде тоңазытқышта сақталатын дәрілеріміз де бар. Көрдіңдер ме? Келесі бізде оқшаулау бөлмесі. Бұнда ауырып келген баланы топқа қоспай, дене қызуы көтеріліп тұрса да, қандай да бір ауырып тұрса, осында күтеді ата-анасы келгенше. Бұл бізде оқшаулау бөлмесі. Ал қыздар, сендерге Мейірбикенің жұмысы ұнады ма? Онда біз Әдемі апайға не айтамыз? Бала қыздар, біз өскенде кім болатын болдыңдар енді? Жарайсыңдар, өскенде Мейірбике боласыңдар ма? Өте жақсы таңдау екен. Ал апай, сізге үлкен рахмет. Мен қыздарыма өз жұмысыңызды таныстырып өткеніңізге үлкен рахмет. Жақсы, сау болыңыз.